Әлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге Каспий банктың акциясын қалай сатып алу керектігін айтатын боламын. Ол үшін бізге Freedom Broker предложениесіне кіреміз. Және де менің көріп отырғандарыңыздай портфелімде 1.125.345 теңге тұр. Міне көріп отырғандарыңыздай 105.302 теңге бос ақша, яғни акция сатып алуға болатын ақша, және де сондай-ақ $11.33 бар. Ал енді менің акциядағы жатқан ақшам 1.014.038 теңге. Және сондай-ақ қазақстандық компаниялардан Кегоктың 10 акциясы, Каспийдің 4 акциясы және Халық банктың 100 акциясы бар. Олардың барлығы маған дивидендтер төлейді. Және де америкалық акцияларға келетін болсақ, Intel'дің 3 акциясы, Jones&Jones'тың 1 акциясы, және де Америка әуе компаниясының 1 акциясы, Ford'тың 1 акциясы, Bank of America'ның 2 акциясы және Freedom Holding'тың 10 акциясы бар. Және де қазіргі таңда Трамптың саясатына байланысты баж салығына енгізгеніне байланысты акциялар бірден құлдырады. Мен осы орайда акциялар құлдырап жатқан сәтті пайдалана отырып, акция сатып алуды жөн көрдім. Негізінде Каспий банктың акциясы 55-57 мың, 60 мыңға жуықтаған, қазір міне жақсы 45.842 теңгеден тұр. Бұл Каспий банкты алатын себебі дивидендті өте жақсы төлейді. Бір акцияға 850 теңге, жылына былтыр 4 рет төлеген. Сонда енді есептей беріңіздер. Неғұрлым акцияның саны көп болса, дивидендтердің де саны көбірек болады. Сондықтан Каспий банктың акциясы міне. Каспий банктың акциясын қалай сатып алу керек? Ол үшін баға белгіленімі дегенді басамыз. Тикер бойынша іздеу дегенді басамыз. Және Каспий банктың тикері KSP. Тереміз және Каспий банкты басамыз. Міне бір акциясы 46.100 теңге тұр. Саудалау дегенді басамыз. Және маған керегі 2 акция. 2 акция 92.198, 2 акция 92.198 теңге деліп тұр. Сатып алу батырмасын басамыз, код жібереміз. Код келу керек қазір. Міне, рұқсат етеміз. Міне, тапсырыс сәтті өтті. Міне, көріп отырғандарыңыздай 2 данасын сатып алдым 46.099 теңгеден. Енді портфельге басамыз. Портфельде және де көріп отырғандарды Каспий банкта 4 болған, енді 6 акция тұр. Бұл жақсы көрсеткіш деп ойлаймын енді. Осындай төмен акциялар құлдыраған кезде сатып алып, қымбаттағанда сату керек. Негізі акцияны 1-2 жылға емес, 10 жылға, 5 жылға, 10 жылға алатын болсаңыздар, әжептәуір өседі және дивидендтерден де біраз пайда көре аласыздар. Енді бұл мен айтқандай бәрлеріңіз Каспий банктың акциясын сатып алу керек деген сөз емес. Өздеріңізге ыңғайлысын көріп сатып алуларыңызға болады. Сондай-ақ мен 11.33 долларым бар. Оған Америка әуе компаниясының акциясын сатып алғым келіп отыр. Ақпарат дегенге басамыз. Мақсатты баға 20.73 деді, енді оны бір құдай біледі. Сатып алу деген батырманы басамыз. Сатып алу. Міне 10.68 теңгеге Американ әуе компаниясында сатып алдым. Сонда менің портфелімде 13.021 теңге қалды. Америкалық доллардан 65 цент.
Солай достар, видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Сіздермен бірге болған доллар KZ арнасы. Келесі кездескенше.